Сәлеметсіздер ме, қазақ елі? Қазақстан Республикасының Конституциясында 3-ші бап 1-ші тармағында мемлекеттің бірден бір бастауы халық деп жазылған. Демек, билік халықпен санасу керек, заңды түрде. Бізде заң жоқ, заң бұрмалануда. Өтірік партиялар, өтірік оппозиционерлер рөл ойнап жатыр. Бұны халықтың бәрі көріп біліп отыр. Халық оянды, соқыр емес. Халықты алдай алмайсыздар. Осы билікте отырған, халықтың мұң-мұқтажын тыңдамайтын, халықты адам құрлығы көрмейтін шал мен кемпірлер кетсін, кетуін қалаймын. Қазіргі кезде карантинге байланысты кез келген адамды әскерге алып жатыр. Шірген жүйені, халық сайламаған билікті қорғап, елім, жерім деп жүрген қарапайым халыққа қарсы әскер жинап жатпағанына кім кепіл? Әскерге барып жатқан жігіттерге айтарым. Алтынбек Сәрсенбаев, Заманбек Нұрқадилов, Дулат Ағаділ, Аманбикені өлтіруге бұйрық берген қылмыскер. Қылмыскердің қолшоқпарларына айланып, қара бет атанбаңыздар. Халықтың ашуына тиіп, қарғысын алмаңыздар. Халық жағында болыңыздар. Арлы, намысты болыңыздар. Еліңді, жеріңді сатушы болма. Сатқын атанба.